Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Менің аты жөнім Шакенова Жайна Қажымқанқызы. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті жанындағы көпсалалы колледжінің физика пәні оқытушысы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз линзалар және оптикалық құралдар деп аталады. Ең алдымен линзаларға анықтама беріп кетейік. Линзалар деп екі жағы сфералық беттермен шектелген мөлдір денелерді атайды. Линзалар екі үлкен топқа бөлінеді: жинағыш линзалар және шашыратқыш линзалар. Құрметті студенттер, назарымызды суретке аударамыз. А және Б суреті берілген. А суретінде жинағыш линзаның кескіні берілген, ал Б суретінде шашыратқыш линзаның кескіні берілген. Жинағыш линза дегеніміз ол дөңешіні линзалар ауада параллель жарық шоқтарын бір нүктеде түйістіреді, F нүктесінде түйістіреді. Яғни F нүктесі бұл фокус нүктесі деп аталады. Сондықтан оларды біз жинағыш линза деп атаймыз. Жалпы жинағыш линза ортасы қалыңырақ, екі жақ шеті жұқарақ келетін линза, яғни шыны түрі. Екінші Б суретіне назар аударатын болсақ, фокус нүктесі берілген, көріп тұрсыздар, және де екі жақты ойыс линза берілген. Яғни шашыратқыш линзаның екі жақ шеті қалыңырақ, ортасы жұқарақ келеді. Енді ауадан жаңағы сәуле жарық шоқтары түскен кезде линзаға жаңағы фокус нүктесі арқылы сәуле қалай түсті, сол бағытпен шашырай бастайды. Яғни бағыттарын кішкене өзгертеді. Линзадан өткеннен кейін, яғни бағыттарын өзгертіп, ары қарай шашыраңқы түрде сәуле таралады. Осыны біз шашыратқыш линза деп атаймыз. Линзалар жинағыш және шашыратқыш деп бөлінеді. Сонымен қатар тағы екі түрі бар. Олар біріншісі дөңес, екіншісі ойыс линзалар деп аталынады. Енді дөңес линзаларға толығырақ тоқталатын болсақ, дөңес линзалар өз ішінде үш түрге бөлінеді. Біріншісі ол қос дөңес линзалар, яғни екі жағы да дөңес болып келеді. Екіншісі жазық дөңес линзалар және үшіншісі ойыс дөңес линзалар деп топтастырылады. Ойыс линзаның түрлеріне тоқталатын болсақ, ойыс линзаны да біз үш топқа топтастырамыз. Біріншісі қос ойыс линза, яғни екі жағы да ойыс келеді. Екіншісі жазық ойыс деп бөлінеді, ал үшіншісі ойыс дөңес ойыс деп бөлінеді. Яғни біз ойыс линзаны да осылай үш топқа топтастырып қарастырамыз. Жинағыш линзаның сәулені өзі бойымен өткізуін тағы да талқылайық. Яғни, міне көріп тұрғандарыңыздай жинағыш линзаны біз орналастырдық. Ортасында берілген сызық нүкте ол оптикалық центр, яғни ең ортасы, линзаның нақ ортасы. Және де бұл ақ түзу оптикалық ось болып саналады. Сол оптикалық оське сәуле, не болмаса жарық шоқтары параллель өтеді. Линзаға келіп, линзадан өткен кезде олар фокус нүктесіне қарай оптикалық осьтен параллель түскен сәулелер фокус нүктесіне жиналады. Міне көріп тұрсыздар, F қызыл әріппен беріліп тұр. Яғни жиналады да линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін осы сәуле оптикалық ось арқылы өтетін түзу, ол ары қарай бағытын өзгертпей өте береді. Яғни жаңағы біздің F нүктемізде барлық сәулелер шоғырланады да бізде кескін пайда болады. Ал мына жерде тұрған F дегеніміз, яғни бұл фокус нүктесі мен линзаның арасындағы
фокус аралығы. F деген әріппен белгілейміз. Енді ары қарай шашыратқыш линзаны қарастырайық. Оптикалық оське, бас оптикалық ось деп тұр, соған параллель түскен сәулелер линзадан өткен кезде, линза арқылы линзамыз көгілдір түспен берілген. Сол линзадан өткен кезде фокустан шыққан сәуле F қызыл әріппен жазылып тұр. F фокус нүктесі, яғни сол фокустан шыққан сәуле бағытында ары қарай линзадан кейін ары қарай сол бағытта шашырайтын болады. Яғни шашыратқыш линзаның бейнесін сіздер қазір көріп тұрсыздар. Жинағыш линзаның кескінін қарастыратын болсақ, нәрсені аламыз және де көгілдір түспен берілген екі жақты стрелкамен кескінделген. Бұл жинағыш линзаның кескіні, яғни біз оны сурет салған кезде не болмаса осылай көрсете аламыз. Ортасындағы сызық ол бас оптикалық ось. Бастапқы жақтағы бағыты бар стрелка ол нәрсе, ал төмен қараған стрелка ол кескін. Яғни бастапқыда айтқандай, бас оптикалық оське сәуле не болмаса жарық шоқтығы түседі, параллель түседі. Ол линзадан өткен кезде фокус нүктесінде F қызыл әріппен беріліп тұр. Фокус нүктесінде ол кескінін төңкерілген кескін пайда болады. Не болмаса төңкерілген кескінді кейбір кезде теріс кескін деп атайды. Сол кескініміз үлкейтілген және де шын кескінге айналады да ары қарай шағылса береді. Яғни жинағыш линзаның кескіні сіздерге оңай түрде көрсетіліп тұр. Шашыратқыш линзаның кескінін қарастыратын болсақ, тағы да ортасындағы түзу ол бас оптикалық ось және де көгілдір түспен берілген стрелкалары екі жаққа қараған, яғни бұл кескін ол шашыратқыш линзаның кескіні. Екі жақ басында нәрсе тұр және кескін тұр. Енді бастапқыдай бас оптикалық оське жаңағы сәуле не болмаса жарық шоқтығы параллель түседі. Параллель түскен кезде фокус нүктесінде ол кескін пайда болады. Яғни сәуле мен фокус нүктесі қиылысқан жерде кескін пайда болады. Сол кескін ол оң кескін болады, кішірейтілген, және де бұл кескініміз жалған, үлкею еселігі бірден кіші болады. Және де ол линзадан өткен кезде жаңағы фокус нүктесі арқылы өткен сәуле қалай шашырайды, ары қарай солай міне көрсетіліп тұр, шашырап жатқандығы. Яғни шашыратқыш линзаның кескіні екенін байқауға болады. Басты назарды біз енді практикалық тұрғыда қарастыратын болсақ, жұқа линзаның теңдеуі бар. Яғни ол бір бөлінген D қосылған бір бөлінген F және тең бір бөлінген үлкен F деген теңдеумен беріледі. Бұл жердегі D нәрседен линзаға дейінгі қашықтық, яғни арасындағы ара қашықтығы. Өлшем бірлігі метр. F, кішкентай F линзадан кескінге дейінгі қашықтық. Ал үлкен F линзаның фокусы, линзаның бас фокусы. Яғни сіздер жаңа жинағыш линзада және шашыратқыш линзада қызыл әріппен белгіленіп тұрды F деген әріп. Яғни бас фокус нүктесі. Яғни жұқа линзаның теңдеуін біз осы түрде бере аламыз. Сонымен қатар тағы да білетін бір түсінік бар, ол линзаның оптикалық күші. Яғни линзаның оптикалық күші ол D деген әріппен белгіленеді. Бұл бірдің
үлкен F-ка қатынасына тең. Оптикалық күш 1 диоптрияға тең. Яғни өлшем бірлігін біз 1 диоптрия деп аламыз. 1 диоптрия дегеніміз ол фокус аралығы 1 метр болатын линзаның оптикалық күші. Яғни көптеген жағдайда бұны біз тек практикада анықтай аламыз. Есеп шығарған кезде жаңағы есебіміздің ең соңғы мәні 0-ден үлкен болса, онда біз қандай линза екенін анықтай аламыз. Яғни үлкен мән болса, 0-ден үлкен мән болса, онда ол жинағыш линза болады. Ал есептің мәні 0-ден кіші болса, онда ол шашыратқыш линза екенін түсінуге болады. Яғни практика жүзінде біз линзаның оптикалық күшін анықтай аламыз. Оптикалық құралдар келесідей атауларға ие: телескоп, көзілдірік, проекциялық құралдар, фотоаппарат, микроскоп, дүрбі, адамның көзі және тағы басқа құралдарды жатқызуға болады. Бұлардың әйнектері линзадан жасалынған. Тіпті адам көзінде де линзаға жатқызуға болады. Осы аталған оптикалық құралдарға анықтамалар беріп кетуге болады. Проекциялық құралдар дегеніміз ол экранда нәрсенің шын үлкейтілген кескінін беретін оптикалық аспаптар. Яғни біз проекциялық құралдарды күнделікті өмірде кездестіреміз. Интерактивті тақталар, не болмаса планшеттік тақталарды, жаңағы слайд, не болмаса видео роликтерді осы проекциялық құралдар арқылы біз көре аламыз. Фотоаппарат дегеніміз ол линзаның жүйесінің көмегімен жарық сезгіш қабыршақта сақталатын нәрсенің кескіні алынатын оптикалық қондырғы болып табылады. Келесі оптикалық құрал ол адамның көзі. Ол тірі оптикалық аспап. Ол адамға да, жануарларға да қоршаған әлемді танып білуге мүмкіндік береді. Көзілдірік дегеніміз көздегі ақауларды, яғни қандайда алыстан көргіштік және жақыннан көргіштікті түзету үшін қолданылатын оптикалық аспап. Лупа дегеніміз, яғни ұсақ денелерді көруге арналған ең қарапайым аспап. Бұл қысқа фокусты линзадан тұрады. Микроскоп дегеніміз өте ұсақ денелерді көру үшін қолданылатын оптикалық аспап. Микроскопты көбісінде білеміз, медицинада, техникада, технологияда көптеген жағдайда микроскопты осы пайдаланады. Телескоп дегеніміз аспан денелерін, планеталарды, жұлдыздарды, кометаларды бақылауға арналған оптикалық аспап. Көптеген жағдайда телескоп астрономия ғылымында кеңінен пайдаланылады. Біз оны білеміз, иә? Біздің жаңа тақырыбымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.